Киелі кітаптағы ұлы әңгіме Құдай ие мен адамдар бірге тұрған пейіш бағынан басталады. Бақ киелі үйдің бір түрі ретінде сипатталған. Оның жоғары жағы киелі үйдегі ең қасиетті бөлмесі бетті ерекше киелі жер. Бұл Құдай иенің жер бетіндегі тұрағы. Міне, сол жерде мәңгілік өмір сыйлайтын ағашты көреміз. Сонда бұл ағаш нені білдіреді? Ол Құдай иенің өмірін және оның жаратушы құдіретін білдіреді. Алғашқыда Құдай адамдарға барлық ағаштардың, солардың ішінде осы ағаштың да жемісінен жеуді бұйырған. Осылайша адамдар Құдайдың өмірін қабылдамақ еді. Бұл қызық естіледі. Иә, сол жемісті жеген адам өзгеріп, мәңгілік өмірге ие болады. Жарайды, бірақ мәңгілік өмір сыйлайтын ағашқа апаратын жолда адамдар жақсылық пен жамандықты танытатын ағаш делінген басқа ағаштың жанынан өтулері керек болды. Құдай ие, бұл ағаштың жемісін жесең, өлесің деген еді. Бұл қалай? Сол екінші ағаш мынаны білдіреді. Адам өзіне жақсы болып көрінген істерді істеуге билікті өз қолына алады. Адамдар солай істесе, бұл қарым-қатынастың бұзылуына, зорлық-зомбылыққа және өлімге әкеледі. Мәселе мынада, ағаштардың екеуі де әдемі көрінеді, бірақ олардың бірі жалған өмір ағашы. Ал адамдар сол жалған өмір ағаштың жемісінен алып жеді. Сондықтан олар пейіш бағынан бір жола қуылды. Ендеше мынадай сұрақ туындайды. Адам мәңгілік өмір сыйлайтын ағашқа қайта орала ала ма? Ұлы әңгіменің бұдан кейінгі бөлімінде Мұса есімді адам туралы жазылған. Оған тау беткейіндегі ен далада өскен ағаштан жаратқан ие сөзін арнады. Сен жанып жатқан бұта жайлы айтып тұрсың ғой. Сол жерде Мұса пайғамбарға оның киелі жерде тұрғаны ескертілген. Иә, мәңгілік өмір сыйлайтын ағаш іспетті, сол бұтадан Құдайдың өмірі мен құдіретінің нұры төгілді. Құдай пайғамбарға халқын осы тауға әкелетіні жайлы айтты. Сонда ол халықпен келісім жасамақ болды. Сол келісім бойынша халық бір таңдау жасауға тиіс болды. Олар өз қолдарымен жасаған жалған тәңірлерге табына ма, немесе шынайы Құдайдан мәңгілік өмірді қабылдай ма? Осы оқиғада олар жалған тәңірдің мүсініне табынды. Бұл көп жалған тәңірдің алғашқысы ғана еді. Халықтың кейінгі ұрпақтары да жалған тәңірлердің мүсіндерін жасап, соларға табынды. Бұл мүсіндер әдетте әдемі ағаштар іспетті, биік төбелердің басына орнатылды. Бірақ сол жалған өмір ағаштары халықтың бұзылып, жер аударылуына және өліміне себепші болды. Демек, өлім бізді құрсауында ұстайды. Оған төтеп бере алмаймыз. Олай болса, үміт бар ма? Ендеше, Мәсіх Иса туралы әңгімеге назар аударайық. Ол осы дүниеге келіп, өзі арқылы адамдардың Құдай сыйлайтын мәңгілік өмірге қайтадан ие бола алатындарын жариялады. Демек, Мәсіх өзін мәңгілік өмір сыйлайтын ағаш ретінде таныстырды. Иә, ол мен жүзім бұтасымын деп мәлімдегенде осыны меңзеген. Ол дүниеге Құдай сыйлайтын өмірді әкелді. Мәсіх адамдарды өзінен жеуге де шақырды. Иә, ол адамдарды оған сенуге, әрі ол сыйлайтын өмір арқылы өзгеруге шақырды. Сонымен қатар, Мәсіх адамдардың азғындығын және олардың жалған өмір ағаштарын қаншалықты жақсы көргендігін де әшкереледі. Осылайша, ол адамдарды не өмірді, не өлімді таңдауға шақырды. Бұл жолы олар тек өлімді ғана таңдамады. Сонымен қатар бүкіл өмірді қолда ұстап тұратын Мәсіхке шабуыл жасады. Иә, оны бір төбенің басына апарып, айқыш ағашқа шегелеп өлтірді. Олардың Мәсіхті айқышқа шегелеп өлтіргені адамзаттың өзіне жақсы болып көрінетін істерді жасауға деген ұмтылысының қайғылы салдары. Өмір ағашын өлім күші жеңді. Расында солай болып көрінді. Бірақ Иса өзі туралы алдын ала былай деген еді. Ол Құдай өмірінің дәні ретінде жерге түскенде жойылып, кейін көп өнім беретін өсімдікке айналмақ. Осылайша Иса өлімді жеңу үшін оның өз басынан өткізді. Енді осы жаңа өмір ағашы бәріміздің алдымызда тұр. Одан жеуімізге болады, бірақ бұл Иса сияқты өлімнен өтуді білдіреді. Демек, ескі күнәкар болмысымыздың қалауы үшін жоқ болуымыз керек. Сөйтіп оның орнына жаңа адам өсіп өне алады. Иә, Иса өзінің жүзім бұтасы, ал біз оның бұтақтары екенімізді айтқан. Осылайша, сен осы ағаштың жемісінен жеп қана қоймай, оның бір бөлігі болып, жеміс беруге де шақырылдың. Сөйтіп, оның өмірі мен сүйіспеншілігі біз арқылы басқаларға тарай алады. Осылайша, киелі кітаптағы ұлы әңгіме жаңа бақта аяқталады. Осы бақта киелі үйдің бір түрі. Оның ортасында мәңгілік өмір сыйлайтын ағаш тұр. Ол, одан жеуге шешім қабылдағандардың бәрін сауықтырып, мәңгілік өмір сыйлайды.